Каппадокиядағы ғашықтар мекенін жайлы әріптесіміз Серікгүл Сұлтанғажы ары қарай тарқатады. Біз қазір Гюреме қаласындағы Ашық аспан мұражайына келіп тұрмыз. Гюреме қаласынан 1 шақырым аралық қашықтықта орналасқан екен. Сондықтан мұнда ешқандай көлікпен емес жаяу келуге де болады. Бұл мұражайдың ерекшелігі 10-ға тарта шіркеуі бар. Ол шіркеулердің ішінде, мысалы, мынау көріп тұрған шіркеулеріңіз, бұлар Кизлар монастыры деп аталады. Бұлда қыздар тұрған, соларға арналған. Қазір бұл шіркеуде көбінесе сыртынан ғана бақылауға мүмкіндік бар екен. Мұражайдағы барлық ғибадатханаларға сырттан алған бір билетпен кіре алмайсыз. Мәселен, алма қараңғы шіркеулеріне тағы бөлек билет алуыңыз керек. Тарихи құндылықтар қазір ерекше қорғауға алынған. Фотоға түсіруге де аса рұқсат бермейді, сондықтан бұл ғажапқа біз биіктен қарап сүйсіндік. Түркияны енді өздеріңіз білесіздер, бұл балмұздақсыз елестету мүмкін емес. Фисташки, карамель, шоколад. Фисташки. Фисташки? Селк етесің ғой. Yes. Onu pistachio? Ne için onu ұрасыз? Bunu ne için ұрасыз bunu? Nazar audur. İlgi çeksin diye. Turkish ice cream. Yapma. Prova. Okay. Al muslak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Koyuyor. Yes. Мен қазір ғашықтар қалашығында келе жатырмын. Егер ана таудың басына назар салсаңыздар, кәдімгідей махаббат құсы отырған сияқты. Бұл Гюреме қаласындағы жаңа өмірлік жолдарын таңдап, бір-бірімен қол ұстасқан жастардың ең көп келетін ауданы. Ең бір қызығы, бұл қалашықтан сіз Гюремені толық алақандағыдай көре аласыз. Мұнда өздеріңіз көріп отырғандай, екі жас болашаққа қол ұстасып, қадам басып жатыр. Мұтлы болыңыздар. Алым, teşekkürler. Мына жақта жастардың бәрі күннің батуын тамашалап отыр. Ана тауға қарап Бозжыра деп ойлап қалған шығарсыздар. Бұл негізі Каппадокияның Бозжырасы, Қазақстанның емес. Ал енді мына жақтарға қарасаңыздар, кәдімгідей жұмыртқа орналастырып қойған қала сияқты. Әппақ таулардың бәрі кішкентай жұмыртқа сияқты. Каппадокияға келген кезде небір мүсіндерді елестетесің да, бір қиял ғажайыпта жүргенде әсерде боласың. Дәл қазір менде сондай әсер.